2023 жылдың 30 қарашасы күні Алматы қаласы әкімдігінің тапсырысымен Мемлекеттік тілді дамыту институты әзірлеген қазақ тілін үйренушілерге арналған білім.mtd.kz порталының жобасын таныстыру және жетілдіру семинар кеңесі өтті. Жиында тіл үйренушілер мен үйретушілерге арналған кеңестер мен ұсыныстар бөлігі таныстырылды. Ақпаратты мәтін және видео түрінде жүктеудің тиімділігі, үздік интерактивтік тапсырмалар бөлігіне атсалысудың бүкіл еліміздегі әріптестеріміз үшін ұтқырлығы, қажеттілігі, қолжетімділігі, 6 деңгейге арнап оқу ресурсын толтырудың мәні мен мақсаты, ортақ ресурстарды пайдаланудың тиімділігі жайлы айтылды. Біздің тәжірибемізде бар нәрсе, аптасына бір рет білім алушылардың басын қосып, офлайн, онлайн форматта разговорный клуб дейді, сөйлесу клубын өткіземіз. Бұл артықтық етпейді. Мынау жинақтау, материал жинақтау деген өте бізге қажет нәрсе. Ортақтастырып отырған Бишомат Қапалбекке және Мемлекеттік тілді дамыту институтына алғысымыз шексіз. Алматы қаласы әкімдігі тапсырысы бойынша жасалып жатқан тыңдаушыларды бақылауға арналған электронды базаның мақсаты көрсетілді. 3 түрлі офлайн, онлайн және өз бетінше оқытудың жайы баяндалды, түсіндірілді, талқыланды.